Сәлем достар, Айкөркем Ербулекова атты YouTube каналыма қош келдіңіздер. Подписация етіп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Бүгін біздер өте қарапайым күнделікті дайындап жүрген орыс асханасының борщын дайындайтын боламыз. Қарапайым жолмен әрбір үйде қолжетімді азық-түліктермен дайындайтын боламыз. Бұл өте пайдалы. Қазіргі күз уақытында бізге тамаша мүмкіндік, яғни біздің рационымызды, біздің ас мәзірімізді түрлендіріп, денімізге қажетті дәрумендерді алуға мүмкіндік береді. Жалпы, достар, адам денсаулығы үшін дұрыс тамақтанудың маңызы зор. Тамақтану арқылы ағзаға қажетті заттарды алады. Адам ағзасына құнарлы астың тигізер шипасы да мол. Жүйелі тамақтанбау адам денсаулығына үлкен зиян тигізетінін сала мамандар да жиі айтып жүр. Дұрыс тамақтанбау көптеген ауруға шалдықтыратын басты себептердің бірі болып саналады. Тамақтанғанда да ол тамақтың таза жасалғандығын, оның мерзімінен асып кетпегендігіне аса мән беру керек. Тамақтанған кезде асықпай отырып, көп шайнап, сонан соң жұту керек. Тамақты тез асығып жүріп жесең, тез тойып қаласың. Бұл ашқарақтықты, қомағайлықты қалыптастырады. Ал дәстүр жалпы, дастархан басындағы біз дәстүрлерді де біле білуіміз керек. Халық қуанышты да, қайғыны да дастархан басында бөліскен. Өсиет айту, бата беру, достасу бәрі де дастархан басында шешілген. Сондықтан да халық дастарханды құтхананың берекесі деп тұтады. Сонымен бірге дастархан күнделікті отбасының тамақтануына, үйге келген адамға дәм таттыруға, той тамашаға, ас су беруге жайылады. Дастарханнан дәм татқандар татуласу, келісу сияқты рәсімдерді орындайды. Күнделікті отбасының тамақтануында ас қою, ас ұсыну, ас алу, ас қайыру, асқа бата беру рәсімдері орындалады. Дастархан жанындағы адамдар жасына қарай отырады. Тамақтанып болғаннан кейін дастархан басындағы ең үлкен әрі құрметті адам асқа бата береді. Таспен атқанды аспен ат деп халық бекер айтпаған. Себебі дастархан дәмі киелі. Оны татып келісімін бұзса, астың күйі сұрады дейді. Я, достар, асымыз берекелі болсын. Асымыз шипа болсын, дәруменге толы болсын. Міндетті түрде менің арнамдағы видеоны толық қарап, ұнаса лайк, комментарий басуды ұмытпаңыздар. Бірге болыңыздар, бірге жасаңыздар. Ас болсын.